Bizlerге мәлім 2025 жылы 12 март күні Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Миромонович Мирзиёев Франция Республикасы президентінің мұратыменен Франция Республикасының Париж қаласына барды. Бұл текарғы бағдар, бұл текарға барған барудан мақсат текарғы бұл экономикалық шеріклікті, стратегиялық шеріклікті күшейту болып табылады. Сапар давамында президентіміз тарапынан 30-дан артық hüccetlерге қол қойылды. Соның ішінде ең текарғы hüccет болған бұл стратегиялық hüccetimiz бұл 6,5 миллиард евро көлеміндегі инвестицияларды Өзбекстан Республикасына кірту бойынша шеріклік шартнамасы болып табылады. Сол сапар давамында Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Миромонович Мирзиёев Франция сібермелерінің текарғы уәкілдерімен ұшырасып, бұл жерде 60-тан артық уәкілдер ұшырасылды. Өзбекстан Республикасының компанияларының иелері, компания басшылықтары, соның менен бірге Франция Республикасындағы ірі компаниялардың иелері һәм солардың сібермелерімен ұшырасты. Өзбекстан Республикасы президенті ұшырасу давамында Франция сібермелеріне Өзбекстан Республикасындағы қазіргі уақыттағы минерал ресурслардың Өзбекстан Республикасында бай екенлігі, бұл жерде фармацевтика санатын рауажландыру бойынша, ауыл қожалығын рауажландыру бойынша, электротехниканы рауажландыру бойынша бір қанша біздерде көплеген ресурслардың қолқатылмаз тұрғанлығын, һәм соларды қайта іслеу бойынша, рауажландыру бойынша сол сібермелерді һәм бұл жердегі бизнес иелерін инвестиция кіртуге шақырып қалды. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Миромонович Мирзиёев, Франция Республикасы президенті Эммануэль Макрон орталығында арасында бір қанша шартнамаларға қол қойылды. Соның ішінде ең текарғы шартнамалардың біреуі бұл ілім-білім тарауындағы Өзбекстан Франция университетін түзу хақында халықаралық бітімге қол қойылды. Соның менен бірге қанегелер һәм студентлердің әрекетшеңлігі хақындағы халықаралық бітімге қол қойылды. Соның менен біргелікте Өзбекстан Республикасында француз тілін үйретуді кеңейту бойынша бір қанша шартнамаларға қол қойылды. Бұл жердегі текарғы алып барған өткерілген ұшырасулардағы текарғы мақсат Өзбекстан һәм Франция ортасындағы экономикалық шеріклікті еледе кеңейтіру, бірге іслесуді кеңейтіру. Себебі 2023 жылы Самарқанд қаласында октябрь айында болған ұшырасудан кейін Өзбекстан Республикасының һәм Франция мемлекеті ортасындағы товар айланысы 1 миллиард евродан асты. Соның менен бірге екі мемлекетлер ортасындағы қоспа карханалардың саны 4 барабарға асқанын бұны айқын айтып көрсетсек болады. Енді келешекте де осы 6,5 миллиард евро давамындағы компаниялар һәм карханалар ортасындағы, екі мемлекет карханалар ортасындағы шүлкімлер һәм бірге іслесулер әмелге асырылса, бұл екі мемлекетке де бір қанша экономикалық жақтан рауажлану болады деп есептейміз.